Тістің кариесі бұл тіс тіндерінің эмаль, дентин, кейде пульпаға дейін әкеледі. Біртіндеп бұзылуы оны тіс шіріуі деп атайды. Кариес себептері: тәтті және көмірсуы көп тағамдарды жиі тұтыну, ауызда қышқыл пайда болып эмальді бүлдіреді. Ауыз қуысының нашар гигиенасы, тіс арасында қалған тағам қалдықтары бактериялардың көбеюіне әкеледі. Үшінші, тіс эмалінің әлсіздігі бұл тұқымқуалаушылық пен немесе кальций мен фтордың жетіспеуімен байланысты болуы мүмкін. Төртінші, ауыз қуысының қышқылы. Сілекейдің сапасы мен мөлшері де әсер етеді. Кариестің түрлері: бастапқы дақ сатысы, ақ дақтар пайда болады, бұл кезде емдеу оңай. Беткей кариес, эмаль бұзыла бастайды. Орташа кариес, дентинге дейін жетеді, жиі ауырсынумен жүреді. Терең кариес, пульпаға жақын орналасады, асқынып пульпитке әкелуі мүмкін. Алдын алу шаралары: күнделікті 2 рет тіс тазалау, таңертең және кешке 2 минут. Тіс жіптерін және ауыз шаю сұйықтықтарын қолдану. Қант мөлшері аз, теңгерімді тағам ішу. Жылына кем дегенде 2 рет тіс дәрігеріне көріну. Фторлы тіс пастасын пайдалану.